Погрузкаға баратырмыз, погрузка. Мынау КамАЗ жүрмей келатыр ғой, маяшы. Не артып алғанын білмеймін. Артта колоннаны қараса, артта колоннаны. Колонна деген ұрт тұр артта. Балқашқа бара жатырмыз. Погрузка, боковой погрузка. Кетіп баратырық. Балқаш. Алматы Балқаш деп. Құда қаласа груз артамыз. Алла амандығын берсе. Көріңіздер. Қазір қай жерден артатынымды көрсетем. Қандай груз екен. Погрузкаға келдік. Әр жерден андай екен. Вагон, крандар тұрнайды. Верхний погрузкамен фураға артып атыр бірдеңе. Оны темір бетондарды артып атыр ау деймін. Короче, қазір артамыз енді дұрыс. Міне боковой погрузка керек болса, міне осылай. Екі жағынан да ашылады. Боковой, верхний. Груз артайын деп атырмыз. Погрузкаға дайынбыз. Күтіп атырмыз клиентті. Бірінші палета кетті. Артылып атыр. Бірінші палета. Погрузкамыз жасап алдық. Темірімізді бәрін жауып жинап алдық. Байлайтындарды байлап тастадық. Мына темір опасный дегендерді. Мынандағы екі жағынан қысып өлтіріп тартып тастадым. Негізінен андай мықты ремендер алып қою керек. Мыналар китайский. Болмайды екен, нашар екен. Барына шүкір әйтеуір, барымен тартып қойдық енді. Болды, кеттік ал. Алматы Балқаш деп айдаймыз. Оңай ақша жоқ. Боковой верхний салу керек деп аузымыз ұрып шөлдетіп қой, боковойды ашып жабамыз деп. Аллаға шүкір әйтеуір, артып болдық енді. Енді шығамыз енді. Ал енді бізде жамбыр жоқ кетті. Ұйқымыздан тұрдық. Қанша келді ұйықтағамыз түнде. Ұйқымыздан тұрған айдап келетіміз. Алдымыз жамбыл цемент. Алдымызда тұрған жамбыл цемент. Жаңбыр жауып тұр, жел болып тұр. Боковойдан жел болып тұр. Жайлап келатырмыз. Құдай қаласа Балқашқа жетіп жүгімізді түсіріп, сонымен көреміз енді қайда баратынымызды. Не Қарағандыға барамыз, не обратно Алматыға қайтамыз. Бұйырғаны. Сағат 10 болды. Әйтеуір Балқашқа кеп шай-пайымызды ішіп алдық, завтрагымызды. Енді Құдай қаласа жүреміз. Звондап қойдық. Пока олар крандарын тапқанша қазір біз де барамыз. Крандарын тауып, жаңбыр жауып тұр. Жаңбыр әлі құйып тұр. Білмеймін, бұл жаңбыр не болып кеткенін. Әлі жауып тұр жаңбыр деген. Үстіміздің бәрі шылғитын болды. Погрузкаға келдік. Манипулятор жоқ қой, манипулятор. Әлі мына манипулятор тұр, білмеймін, бірақ жүре ме, жүрмей ме, водитель жоқ па или. Короче, отырмыз сонымен. Саған айтып жатырмын ба, давай қолмен түсірейік, қолмен түсірсек бітіретін уақыт болды ғой деп. Қазір келеді енді. Ручной лақтырамыз енді темірлерді. Басқа вариант жоқ ата.